ғылым лайф жобасының кезекті саны диссертация қалай жазамын деген тақырыпқа арналады. Әрбір докторант, ол бірінші курс болсын, екінші, үшінші, төртінші курс, үшінші курс болсын, ол тақырып пен мәселеден басталады. Докторантураны ғылыми зерттеу екенін ұмытып қалмауымыз керек та, ғылыми қандай бір мәселеге жетуіміз керек. Ол бір. Екіншіден, тақырып дегеніміз бұл бір Титаникте мұздың үстіңгі бөлігі ғана, оның астында өте көптеген мәселе жатыр. Бізде енді оның бір сөзін де өзгертуге болмайды. Ертең ол проблема алдыңыздан, магистратура болсын, докторантура болсын, сіз білесіз бе? Менің диссертацияның нақты тақырыбы қорғауға 1-2 апта қалғанда нақтыланды. Ол жерде білет оның ғылым екенін. Мен ойлаймын, бұл жерде өйтіп қатты драматизировать етпей, кейде енді біздің сала техникалық болғандықтан солай шығар, техникалық шаман келетін, қолыңнан жасай аламау дейтін бағыттарда жылжи беруге де болады менің ойым. Бізде ғылымға мүмкін еркіндік беру керек шығар бізде. Сол кезде бізде докторанттардың, жас ғалымдардың ынтасы, мотивациясы оянады деп ойлаймын. Біздің практика көрсеткенде ондай мүмкіндік берсек, бізде 10 түрлі диссертация жазып шығатын сияқты біздің балалар. Бір тақырыпқа. Себебі олар ұзақ ондай шығармашылық процесте болмайды да, олар тақырыптан тақырыпқа секіріп жүретін сияқты. Тек докторант емес, адамзат баласы қазір болып жатқан ақпараттарды дұрыс меңгеріп, оны бағамдай алу үшін біз қалай десек те жасанды интеллектін қолдануымыз керек. Сәлем достар, ғылым лайф жобасының кезекті саны диссертация қалай жазамын деген тақырыпқа арналады. Бүгін бізде қонақта Нұрболат Нышанбай, Тұран университеті халықаралық қатынастар және дипломатия жоғары мектебінің директоры, саясаттану бойынша PhD доктор. Австралияда қорғадыңыз, Ақбаян Бекарыстанқызы, IT саласы бойынша PhD доктор, және Әсел Қамза, кино және медиа саласы бойынша PhD доктор. Бүгін осы докторлардан кеңес алып, сіз де тезірек доктор атаныңыз. Себебі бүгінде Қазақстанда қаншама докторанттар көп болғанымен қорғай алмай жатқандардың саны да жартысынан көбі қорғай алмай жүр. Сіздердің негізгі мақсатыңыз сол диссертацияның логикасын түсініп алсаңыз, жазып шығасыз, оған сенімді болыңыз. Ол үшін бүгінгі біздің подкастты дәптермен қалам алып қолыңызға көріп, түртіп алып, қайта-қайта көріңіз. Сонда ғана бір нәтиже шығарасыз. Демек, енді подкасттың жарнамасын күшті жасадым ау демедім. Енді алғашқы сұрағымыз, әрбір докторант, ол бірінші курс болсын, екінші, үшінші, төртінші курс, үшінші курс болсын, ол тақырып пен мәселеден басталады. Ол қандай тақырыпты таңдаймын, оны қалай дұрыс таңдаймын, және оны екінші, үшінші курста өзгертіп тастауға бола ма, қалай өзгерту керек, осы тақырып пен зерттеу проблемасына қатысты не айтасыз? Нұрболат, өзіңіз. Көп рахмет. Біріншіден әріптестер, жобаларыңызға сәттілік көріп өте қуанып отырмын. Өте керек жобалар. Енді тақырып бойынша байқағаным, бұл тақырып негізі осы барлығымыздың осы саладан кетпей жүргеніміздің негізгі себебі. Бір мәселені шешкіміз келеді, осы мәселе бізді қызықтырады. Сондықтан бұл тақырыпты өзіміз қызығып, соның мәніне жетуіміз керек деп ойлаймын. Ары қарай сол тақырып бізді жетелеп, жаңа мәселелер алып келеді. Айсұлу, сіздің айтатыныңыз өте көп. Мен басқа әріптестеріме де айтамын. Тақырыпта бір мәселе шешу керек деген. Себебі енді бізде көп деген қазір бір проблемалар шығып жатыр ғой, сол проблемаларға бір жауап беретіндей, оның себебін айтатындай, сол кезде тақырыптың да мазмұны болады. Себебі мынау кеңес одағында кейін біздегі кейбір тақырыптардың көбісі тақырып келеді, қос нүкте, мәселелер мен мүмкіндіктер деген форматпен ғана қалған ғой. Абстрактілі. Өте. Ал басқа әртүрлі елдерден көрсек, расында да тақырыптар, кейбір тақырыптар бір тіркес сөздермен ғана берілген тақырыптар бар. Сұрақ болады. Мақалаларында тақырыбысында өте қызық болып шығып жатыр. Тақырыбының өзі қызықтырады адамды, Біздегі тақырыптарға қарасаң, бір стратегиялық жоспар, бағдарламаның тақырыптары сияқты. Тақырыптарға келген кезде менің ойымша біз бұны докторантураны ғылыми зерттеу екенін ұмытып қалмауымыз керек та, қандай бір мәселеге жетуіміз керек. Ол бір. Екіншіден, тақырып дегеніміз бұл бір Титаникте мұздың үстіңгі бөлігі ғана, оның астында өте көптеген мәселе жатыр. Ал бізде осы магистратура оқығанда есімде
тақырыптар бір пазл сияқты болу керек деп, мынау ойыншықтарды құрастырған кезде мынау пазл шығатындай. Оның ең соңында бір сұрақ тұрады, сұрақтардан қарапайым күрделі сұрақтар ақырындап шығып қалыптастырады. Ал біздің берген жауабымыз да сол тақырыпқа сәйкес келетіндей болады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жоба тақырып өте маңызды. Егер тақырыптан қателессек, біз жартылай жеңілдік деп ойласақ та болады. Сіз қалай ойлайсыз? Мен сіздің ойыңызға қосыламын, бірақ мысалы бізде Қазақстандағы докторантурада мынандай нәрсе бар. Бұл тақырып бұрын қорғалып кетті. Сіз мүлдем басқа тақырыпты алуыңыз керек деген сияқты. Иә, әрине ғылымға үлес қосу бұл бірінші біздің мақсат. Бірақ екінші мақсат ғылыммен айналысатын жаңа мына ұрпақты қалыптастыру, тәрбиелеу ғой. Мысалы шетелде ол сіздің тақырыбыңыз Глазгода оқып жүрсеңіз, мысалы Австралиядағы бір докторант тақырыбымен бірдей болу керек, немесе болуы мүмкін, және Ұлыбританиядағы басқа университетте оқып жатқан бір студент тақырыбымен бірдей болуы мүмкін. Олар оған қарамайды. Бірдей бар ма, жоқ па, олардың бағалайтын нәрсесі дәл сіз осы тақырыпты қалай зерттеп шықтыңыз, қай қырынан сіз оны талдай алдыңыз, және сіз қандай, сізге ғана тиесілі қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз деген сияқты нәрсеге баса мән береді. Сондықтан да бізде осы докторантурада оқыдыңыздар ғой Қазақстанда, қай жерден тексереді, ол базадан бұрын қорғалды ма жоқ па деген нәрсені. Мүмкін осы мәселеге басқаша қырынан қарап қайтадан қарастыру керек шығар. Біз базада бұрын болған тақырып болса да, оны қазіргі AI бар, жаңа технологиялар бар, әлем күнде өзгеріп жатқан заманда ол дәл сол тақырыптан бөлек басқа тақырып болу керек деп соған қатып қалу менің ойымша дұрыс емес, соны өзгертетін кез келді деп ойлаймын. Бұл бір. Және сіз жаңа сұрап қалдыңыз, өзгертуге бола ма деп. Бізде енді оның бір сөзінде өзгертуге болмайды. Ертең ол проблема алдыңыздан, магистратура болсын, докторантура болсын, сіз білесіз бе, менің диссертацияның нақты тақырыбы қорғауға 1-2 апта қалғанда нақтыланды. Ол жерде білет оның ғылым екенін, нақты формулировкасын жазыңыз дейді, ғылыми жетекшіңіз екеуіңіз ақылдасасыз. Енді біз не жасап шықтық? Қағидадан қарайықшы. Бір не қатып қалған приказдар шығарып, ондай қатты формализм. Басындағы мен пропозалымда ол мүлдем басқа тақырып болған. Ең соңында біз мүлдем басқа тақырыпқа келіп тоқтадық, және мен жазып шыққан нәрсемді қарай отырып, біз мүлдем жаңа қазақ киносы және ұлт деген тақырыпты шығардық. Және ол туралы бірде-бір қағаз да толтырған жоқпыз, ешқай жерден рұқсат та сұраған жоқпыз. Мысалы ғылымға мүмкін еркіндік беру керек шығар бізде. Сол кезде бізде докторанттардың, жас ғалымдардың ынтасы, мотивациясы оянады деп ойлаймын. Бірақ біздің практика көрсеткендей, ондай мүмкіндік берсек, бізде 10 түрлі диссертация жазып шығатын сияқты біздің балалар. Бір тақырыпқа ма? Себебі олар ұзақ ондай шығармашылық процесте болмайды да, олар тақырыптан тақырыпқа секіріп жүретін сияқты, ішіне кірмегендіктен. Сондықтан біздің жағдайда бірден бостандық беру қиын сияқты. Қалай ойлайсыз? Ол жерде де олар бостандыққа бармайды ғой. Жаңағыдай. Сол ғылыми, бәрібір шекара бар. Жұмыс жасап жатқан ғылыми топ бар. Мысалы үшін жобаны олар беріп қойған, жоба 10 жылға есептелген, 5 жылға есептелген. Ол жобаның айналасында зерттейтін бірнеше мәселе бар, бір-бірінен ұқсастығын, айырмасын зерттеу керек та. Ол бәрібір де ол шекарадан шығып кете алмайды. Жақсы. Әдіснамалық тұрғыда тақырыпта нені зерттейсіз, сол нақты объектіңіз болу керек. Сосын сол объектінің қандай қырын зерттейсіз, бәр жағын емес, қай қырын зерттейсіз, ал ол қырын қалай таңдайсыз, ол қыры өзекті болу керек, қоғам үшін де, ғылым үшін де. Сонда ғана сіздің тақырыбыңыз бір мәселеге, сіз айтқандай мәселеге байланған және әрі ғылыми негізді болады. Ал оны тым күрделендіруге асықпаңыз, Ол тақырыпты құрастыру, ол жай косметикалық ремонт дейді ма, сондай косметикалық қана дүние. Ал мәселе сол зерттейтін нәрсеңізді әсел сияқты анық аша алдыңыз ба? Мәселе сода да, соны ашып алсаңыз, ол әйтпесе бізде айлап тақырып іздіріп жүретіндер бар да. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бірінші курсында әлі нақтыланбаған тақырыбы. Сол үшін менің ойымша бірінші мәселені әдебиетке шолудан бастау керек сияқты, Сол зерттеу проблемаңыздың практикасын білгенде жақсы, дегенмен де әдебиетке жүйелі шолу жасап, бұл ғылыми жұмыс қой. Сондықтан әдебиетке шолуға қатысты қандай бір ақыл кеңестер айтасыздар? Осы жолмен жүрсем, жақсы әдеби шолу жаза алам дейтіндей.
Негізі вот осы бойынша бізде қазір ақпараттар тым көбейіп жатыр ғой. Бұрындары бізде өзін энциклопедист санайтын адамдар көп болатын. Ол мәдениет саласында біледі, техника саласында біледі, өнер саласында. Қазір байқағаным ақпарат өте жылдамдықпен көбейіп жатыр. Біз оның барлығын оқып үлгере алмай жатырмыз. Сондықтан өзіңіздің салаңыз бойынша бір салада қандай өзгерістер болып жатқанының өзін бір толқында отыру үшін де үлкен бір күш керек. Сіздің уақытыңыз керек, сонымен жұмыс жасау керек, и әрине сіздің оқуға деген ынта жігеріңіз керек. Сондықтан осы әдебиеттерге шолу саласы меніңше ең негізгі қателеспейтін бірінші этап. Себебі бұл саладан қателессек, бұл салада қандай да бір бізге белгісіз әдебиеттердің аттап өтетін болсақ, біз болашақта біреудің жасап қойған дүниесін қайта шығаруымыз мүмкін. Себебі менің жағдайымда мен көптеген кітаптар, журналдарды оқыған кезде менде мынандай чувство болды. Маған дейін жақсылықтың барлығы біткен екен, барлығы жазылып қойған екен, мен кеш туылыппын деген. Себебі ананы оқимын, жазылып қойған, мынаны оқимын, менен жақсы жазып қойған. Ізденісінде болдыңыз. Иә, ойлаймын, мен бұлардан асыра алмайтын шығармын енді, өйткені қандай күш жұмыс жасалған. Жылын қарайсыз, 1812 жыл, 1911 жыл дейді, керемет жазылған, сіздің ойлап жатқан. Вот менің ойымша, енді әдебиеттерді тек докторант емес, адамзат баласы қазір болып жатқан ақпараттарды дұрыс меңгеріп, оны бағамдай алу үшін біз қалай десек те жасанды интеллектіні қолдануымыз керек. Жасанды интеллектіні енді бізге жазып беру басқа үшін емес, осы ақпараттардың жалпы бағытын анықтау үшін. Бізде Қазақстанда ғылыми авторитетный журналдар біз соңғы кіргізген ғой. Осы салада әркімнің саласында бір 12-15 журнал бар. Айталық гуманитарлық сала, экономика саласында. Енді сол журналда біз негізі ең жақсы мақалаларды шығады деп санаймыз. Олардың өзін әр 90 сайын оқып үлгеру бізге мүмкін болмай жатыр қазір. Енді елестетіңіз, бізде Scopus бар, басқа Frontiers бар, әлемде Sage бар, сан түрлі баспалар бар. Олардың ең соңғы шыққан мақалаларын қарасақ, өзіміздің саламыз бойынша біз менде сонда бір қорқыныш болады. Мұнаң бәрін оқып үлгере алмаймын ғой, өйткені бірінен бірі артық тақырып. Енді оларды оқып болмай жатып, бұл сала бойынша бір маман ретінде сөз айтуға өзіңіздің ішкі контроліңізді жібермейді. Себебі сізде сонда бір тосқауыл тұр, мүмкін мен білмей тұрған мәселе осының үшін жасырынып тұрған шығар деп. Сондықтан мен қалай жасаймын? Әдетте докторанттарға да осы тиімді деп ойлаймын. Қазір барлықтарыңыз ноутбук LM-ді қолданамыз ғой, Google-дың. Ноутбук LM-ді жүктеп, сол әрине олар ашық доступта болса, мақалаларды алып, соның ішіне жүктеймін дағыны, өзім тақырыбын жазам. Маған көп жағдайда, егер қазақша, орысша сұрайтын болсам 15 минут, ал ағылшын тілінде сұрайтын болсам 30-40 минуттық аудио жасап береді. Аудиода ол жаңағындай искусственный интеллект сіз берген бүкіл статьяны оқиды, оқығаннан кейін сіз ұсынған тақырыпқа байланыстырады да, екі адам осы подкаст жасаған сияқты. И жұмыстан қайтып келе жатқанда, бара жатқанда сол подкаст тыңдасам, кішкене түсінікті болады осында оқиға. Себебі бізде кейбір шыққан мақалалар бір жыл өтпей күшін жойып жатады да, кейбір зерттеулердің нәтижелері кері әсер беріп жатады. Мынау халықаралық қатынас, халықаралық қауіпсіздік саласында. Себебі менің мамандығым осы халықаралық қатынастар болғасын, мен халықаралық қауіпсіздік туралы біраз зерттедім. Соңғы кезде мына таяу шығыста болып жатқан соғыс далалары осыған дейін бізде теория жүзінде дәлелденіп келген қаншама еңбектерді бұзды. Біз айтып келе жатқан мәселелердің барлығы нөл болып қалды қазіргі таңда. Сондықтан қаншама халықаралық құжаттар не болды? Құжаттар енді бір шама студент бізде халықаралық құқық мамандығын оқиды ғой, олар туралы айтпасақ та болады. Бірақ біздің өзіміздің сеніп жүрген теорияларымыз бір fake stories болып қалды. Себебі мен дәл осындай оқиғанда 20-шы жылы бізде жаппай әлемде карантин басталды. Сол кезде X-та, қазір Twitterде көптеген ғалымдар енді адамзат өліп жатыр, күшейіп жатыр. Сол кезде ғалымдардан мынандай бір сұрақ болады. Біз енді осыған дейін өзімізді ғалым санадық, адамзаттың осы еңбек санадық, бірақ адамзат осы өмір мен өлімнің арасында тікелей кездескенде біз осыларды құтқара аламыз ба? Біздің істеп жүрген жұмысымыз просто бір интеллектуальный упражнение ма, әлде шынымен қоғамға ықпалы бар ма дегендей. Сол кезде мен білемін, менеджмент саласында бір шама ғалымдар, егер менің осыған дейін зерттеген еңбектерім барлығы адамзатқа бір ықпалын тигізбесе, мен істеген жұмысымды қоя салайын деген секілді. Өйткені әсер бермей жатыр ғой деп. Сол кезде ғалымдар осындай бір үлкен ойланды да, бірақ медицина белгілі бір деңгейде бізді құтқарды. Осыны мен ойлаймын. Вакцинаның шығуы, осы ғылымның шығуы біздің адамзатты бір келесі бір
үлкен неден алып қалды, қауіптен алып қалды. сонда жасанды интеллектпен жүйелеп алып одан кейін ары қарай әдеби шолуға жазуға кірісу керек па, одан бір поинттар өзіне жасап ала ма? Вот мен былай айтатын едім, бізде мысалы үшін бакалаврдан бастап research method деген сабақ болады, оның магистратурада бар, Қазақстанда соңғы 3-4 жылда жақсы сапалы метод басқа. Енді сол research method сабақтың алдына міндетті түрде бізде қазір цифрлық стратегия немесе цифрлық экосистема деген сабақ қосу керек деп ойлаймын. Қосымша, Цифрлық құралдар бойынша. Цифрлық құралдар бойынша. Себебі біз бойынша. қазір сондай бір адамзаттың өркениетіне феодалдық, капиталист, социалистер кезең болса, біз барлығынан атап өттік та бірден жасанды интеллектті меңгеріп жатырмыз дейміз. Жасанды интеллекттің вот Ақбаян ханым келісетін шығарсыз. Оны тиімді меңгеру үшін сіз бірінші цифрлық құралдардың өзін жүйелі меңгеруіңіз керек. Қолданып білу керек. Мысалы үшін менің көп айтатын, жұмыста әріптестеріме де көрсетемін кейде, вот инструментті құрал ретінде пайдаланайық, инструмент ретінде жасанды интеллектіні. Осы жасанды интеллектімен түрлі программаларды біріктіріп, бір стратегия жасайық, жоба ретінде. Ол бізге 3 түрлі себеппен көмектеседі, әсіресе докторантура кезінде. Біріншіден, докторантура бұл келіссеңіз де, келіспесеңіз де деректерді жинай білу өнері, менің түсінігімде. Дерек тым көп. Оны біз физикалық түрде оқи алмаймыз, ол бір. Екінші, сол жиналған деректерді анализ жасау. Үшінші, басқару және оны қауіпсіз сақтай алу. Сонда сіздің докторантураның қорытындысы бойынша жазылған диссертацияңыз негізінен бір 150 бет болатын болса, оның артында мыңдаған бет, мыңдаған терабайт еңбектер, материалдар тұрады ғой. Сондықтан менің ойымша, осы докторантурада әдебиеттермен жұмыста докторант міндетті түрде ақпараттармен жұмыс жасауды меңгеру керек та, цифрлық бағдарламалар арқылы. Мына жерде мынандай нәрсе бар да, ол цифрлық бағдарламаны пайдалануға болады да, бірақ оған толық сүйеніп алуға болмайды. Мысалы үшін подкастқа дайындалған кезде кейбір мақалаларды қарадық қой, сол кезде мысалы үшін жүктеп алған кезде ол негізгі идеясын береді да, бірақ ішіндегі басқа нәрсе бар, сіз көргіңіз келетін да, сол нәрсе ішінде бар ма деп сұрақ қоюға қорықпау керек. Менің ойымша негізінде жалпы цифрлық құралдар докторанттарға, болмаса магистрант, жалпы ізденушілерге тақырыпқа қорықпай кірудің құралы да, бірақ ар жағындағы негізгі зерттеу, сұрақ қойып білу, компетенция ол адамдікі болу керек міндетті түрде. Өйткені ол тек бетін ғана қалқып береді да, ол тіпті беті де болмауы мүмкін да, ол өзі жаңағы, ол бәрі жаңағы айтам ғой, жасанды интеллект ол ықтималдықтардың ғана жиыны да. Қай ықтималдықтар жиын ол тиімді деп табады, соны сізге шығарып береді да, бірақ негізгі өзегі ішінде жатуы мүмкін оның әлінде. Енді менің қосатыным, біздегі университеттердегі докторанттармен жұмыс жасау стратегиясы дұрыс емес деп ойлаймын. Неге? Олар тақырыпты бекітеді, ол мөр басылады, жаңа қол қойылады, өзгерту мүмкін емес. Ертең былай деп айтады, жоспарын, мазмұнын жасап келіңіз. Кіріспеден бастап қорытынды бойынша тараулардың тақырыптарын бәрін о баста бекіттіріп қояды да, оны да өзгерту мүмкін емес. Біз екінші жаңағы негізгі тарауымыздың тақырыбын қазір қалай білеміз, егер біз әдебиетке шолуымызды да әлі бастамасақ, біз оқыған кезде ондай болған жоқ. Жоқ, зерттеу сұрағымызды әлі білмейміз ғой, біз қандай әдіс тәсілдерімізді бірінші жаңағы қыркүйекте келе салып біз білмейміз әлі, не шығады оның қорытындысында, біз оның қалай оның мазмұнын, жоспарын қазір бекіттіріп қоюға болады. Осы үлкен қателік деп ойлаймын. Осы тұста диссертацияның құрылымында баяғы кеңестік тақырыптардан алып дәстүр, соны мен бұзуды ұсынамын. Негізі көп университеттер қазір мен білетін КСПУ-да, біздің қазақ ұлттықта да жайлап еркіндік бар. Мынау положенияны оқып қарасаңыз, ол жерде айтпаған әр тараудың атын бекітіп қойыңыз деген жоқ. Ол жерде әр тарауға қойылатын жаңа талап бар. Ол жерде мынандай көтерілу керек. Жоқ, кафедрада соны сұратады екен. Әр кафедраға байланысты дүние бұл. Ал бірақ сол жерде мен ұсынысым толықтай халықаралық мына имрат стиліне көшу. Сол кезде ол ешкім алдын ала тақырыбын өзіне жаңағы жоспар бекітіп алмайды да. Ол жерде әр бөлімде бостандық бар да. Сол жаңағы менің ойлап отырғаным, жалпы мен өзім басынан өткен нәрсе бойынша көріп жүрген әріптестерімізді ол бекітіп қою, тақырыпты ауыстыруға кедергі жасау, тағы да келіп, мен бұрыннан айтып жүрген мәселе адами факторға келіп тіреледі. Негізінде ол жерде докторант тақырыбын ауыстырғысы келсе, іздену бағытын ауыстырғысы келсе, ол екінші курста да, үшінші курста да арнайы арыз жазып, кафедраның отырысымен бекітіліп, негізінде ғылыми жетекшіні ауыстыруда негізінде ондай
қиын жасалатын дүние емес негізінде. Біздің подкаст барынша семинар қолданбалы болу үшін енді былай айтсақ, мен Скопусқа, диссертацияға, әдебиетке шолуды қалай жазам? Иә, дұрыс айтасыз. Вот осы бойынша енді кейде ойлаймын да, бірінші курс болсам, қайтадан бастайтын болсам, мысалы үшін осылай жасамайтын едім деп ойлаймын ғой. Сондықтан бірінші тақырыпқа кірмес бұрын барлығын өшіріп, барлығын жауып, бір ай кем дегенде тек оқуға арнайтын едім себебі қалай десек те көп оқыған адам жақсы жаза алады болушы еді. Кейде бір тақырыпты ол тақырыпты түсінбей жазбаған кезде бірден түсінуіміз керек, бұл негізі еріншектік емес, бұл деген сіздің көңіл күйіңіздің жоқтығы емес, просто сізде бұл тақырып бойынша ақпарат аз болып тұр. Сол кезде бір кем дегенде бір 15-20 мақала еңбектерді немесе біреудің диссертациясын оқыған кезде идеялар ашылады да, сонымен сіздер бір орманның аясына саяхат жасаған сияқты боласыз. Ол бір. Екіншіден, осы диссертацияда кітаптар емес, именно сіздің тақырыбыңызға қатысты диссертацияның 4-5 диссертация жүктеп алсаңыз, өзгелердің диссертациясын оқуыңыз керек. Оны оқымай өзіңіз... Қазақстандық па, әлемдік болу керек? Енді қазақстандық та қатты айырмашылық жоқ, әлемдік те болу керек. Мен мысалы үшін біздің телеграм-каналымда бір өте жазда белсенді жүргіздім. Сол жерге негізі бүкіл құралдардың бәрін салдым ба. Оны мен ойлаймын кейде өзімнің телеграмым өзіме арналған сияқты, бірақ 2000 адам отырады. Өзім қарап отырмын. Басқаларға пайдасы тиіп жатыр, кері байланысты. Пайдаланамыз кейде. Енді айтсаңыз, сонда құралдарды көрсеткенбіз мысалы үшін. Сол құралдарды жүктесін, соның арасынан мысалы үшін айталық, бірінші курстың докторанты оқиды, кез келген мамандықта. Ол өзінің мамандығы бойынша бізде ашық доступта миллиондаған база бар енді ол жерде. Диссертацияны алу керек, электронды немесе шығарып алсын, распечатканы. И просто соны оқу керек. Бір ай оқысын, бірақ біреулер 1 жыл, 2 жыл оқиды ғой. Негіз оқу ол бітпейді. Қазірге дейін оқыдыңыз. Сол үшін келесі қадам не болу керек оқығаннан кейін? Бірінші оқып болды. Оқығаннан кейін уже біз бір 10 диссертацияны оқығаннан кейін сол тақырып бойынша 11-ші диссертацияны алдын ала біліп тұрасыз. Қазір мынандай адамдардың аты аталады. Өйткені бір осы big name-дер бар, барлығында жүретін. Алдын ала сезіп отырасыз, айырмашылық аса көп болмайды сізге. Оны оқығаннан кейін енді өзіңіздің тақырыбыңызды сол кезде сізден жетекшіңіз сұрайтын болса, сіз бір жаһандық мәселені шешетін бір ғылымнан тыс адам ретінде жауап бермейсіз да, жетекшіңіз қандай тақырыпты зерттейсің дегенде, менің бағытым осы, бұл салада байқадым осындай мәселе туып отыр. Оның шығу себебі де осыдан. Мен мынандай әдістер қолдану арқылы осыны шешкім келеді. Мынандай әдебиеттер бар деп. Сондықтан міндетті түрде оқу керек. Соны анализ жасағаннан кейін бізге көріне бастайды деп ойлаймын. Сосын не істейді? Оқып болғаннан кейін мынандай нәрсе бар. PDF-терді қайда жүктейді? Мен ылғи өзімнің докторанттарыма, болмаса магистранттарыма айтам, literature map-тен бастаңыздар деп. Өйткені оқыған нәрсе оқыған жерінде қалып кетеді. Мен тапсырма беремін. Сіз 10-20 кем дегенде. Енді басында 20-30 деп берсеңіз, тапсырма мүлдем орындалмай қалады да. Кішкентайдан 10 әдебиетті мен аз-аздан беремін. 10 әдебиетті оқып келіңіз. Сосын жай оқымай, соны literature map жасайсыз. Мақаланың аты қандай, оның негізгі ойы қандай, шығарылған жылы, я негізгі, енді біздерде нәтижесі құрал. Біздерде мысалы үшін қандай архитектура қолданылды да, терең оқыту алгоритмдерінің қандай алгоритмі қолданылды, кім онымен қандай есеп шығарды осы бағытта деп. Сосын literature map'ті кішкене өсіресіз, одан 20-ға 30-ға, содан кейін жаңағы білім алушыдан несі пайда болады, өзінің ойы пайда болады, ойын жүйелейді. Мен анан жасаушы едім, мынан жасаушы едім деп. Мен бұны көбінесе мақала жазу барысында қолданам. Содан кейін literature map'тен кейін менің магистранттарымның, докторанттарымның мақалалары жақсы жүреді. Ал жылына 6-7 Скопус жазатын біздің агуде әріптесіміз бар, Ерлан. Ол айтады, осы literature map'тің ар жағына тағы бір графа қосам дейді да, бірден қай бөлімге қандай сөйлем жазам, соны жазып кете берем дейді. Ол менде ондай сосын пазл қып қоса салам дейді. Бір кітапты мысалы оқимын ба, ол шамамен мына бөлімге мына цитатасы керек деп толығымен сол кітаптың. Енді осы жерде мен қоспасам болмайды. Менде не бар? Кейбіреулеріңізге Менделей ұнайды, кейбіреулеріңізге Затерода, Эндноут ұнайды. Мен енді барлығын қолдандым да, бірақ қазір Затероны мен күндіз-түні қолдансам да қолдандым. Себебі көбісіне ұнайды сияқты. Сіз IT саласындағысыз болсаңыз, сізге ұнаса, демек барлығын ұнайды. Оңай, қауіпсіз,
және маған бірақ анандай мәселе бар да, біздің қазақстандық диссертациялар бар емес па, енді ол жинау барысында тамаша, керемет, бірақ біздерде анандай мәселе бар, не бар емес па, стиль, жаңағы даярлау стилі бар емес па қазақстандық диссертациялардың, кішкене басқашалау ГОСТан. Ол жаңағыдай IEEE-ға ұқсайды, бірақ IEEE емес. API ол кейбір университеттер ұстанады. Сілтеме жасаған кезде жаңа мақалаға сілтеме жазу стилі IEEE-ге келеді да, жаңағы тік бұрышты жақшаның ішіне аласың, одан кейін бірақ ол жерде адамдардың аты жөндерін көрсеткен кезде, мысалы үшін фамилиясы бірінші, аты екінші деген кезде өзгерістер бар. Сол кезде мен мысалы үшін өзім жаңағы Word бар емес па, Wordта жаңағы стильдер бар ғой, сол стильді мысалы үшін өзім өзгертіп жазып шыққам. Кәдімгідей Wordқа бүйтіп плагин қылып енгізе салады. Вот соны сіз біліп тұрсыз, просто бізде басқа саладағылар Wordтың көп функциясын білмейді. Wordтың функциясы. Соны жаңа цифрлық курста как раз докторанттарға осыны үйрету керек та. Жасау функциясы бар. Бар. Енді Менделиға немесе Zateuraға жүктедік PDF-терімізді, ары қарай не істейміз? Жүктедіңіз, соны қауіпсіздік үшін синхронизация жасау керек. Ол деген бүкіл информациялар бакап болып 5 гигабайтқа дейін Zateuraның сайтында да тұрады, өзіңіздің телефонда да барлық жерде тұрады логика. Оны жүктедіңіз. Екінші ары қарай оны Microsoft Wordқа жүктеген кезде менде Zateurаны мен әдебиеттердің тізімін жасау, ол қазір проблема емес. Оны біз ChatGPT-ге саламыз да. Жай ғана оны API жасам, басқа Chicago стиліне жасатсаңыз 1 секундта жасайды. Бірақ Zateurаны ол үшін емес, ары қарай заметка алу үшін қолданамын. Және болашақта сол бір жерде сақталып тұру үшін. Сақталып тұрады да, мысалы үшін 10 PDF-тер Zateuраның ішінде. 10 PDF-тің әрқайсысын жеке ашқаннан кейін бір мақаланың арасынан келемді, бір бөлігін жай ғана заметка алып кетем. Оны жазып, ары қарай жалғастырып отырам, екінші мақаланың екінші бөлігін заметка алдым. Сөйткіз 10 мақаланы оқып бітірдім. Енді бүкіл заметкаларды бір кликпен біз Microsoft Wordқа бір мәтін қылып шақыра саламыз. Ол келген мәтіндер, бір жақсысы, әр сөйлем қай жерден келгенін сілтемесімен бірге түседі. Оны да қателесіп қалмайсыз. Дайын драфтта уже. Драфт уже плюс антиплагиаттан шығады, мен байқамай басқа сілтеме қалдырмай қойдым деген сөз емес. Олар барлығын көрсетеді. Астына референс басасы, референсте шығады. 1 секундта. Zateura мен Mendeleyді біріктіреміз, иә. Енді сізден сұраймын ау деймін. Сол Wordқа түскен драфтты ары қарай қалай жазамыз? Көбі соны ChatGPT-ге сап жатады, қиналып жатады. Мен айтам, өзің қай тілде ойлайсың, сол тілде қорытып жазып ал деймін да, сол жерде. Ал одан кейінгі аударма деген ары қарайғы дүниелер, оған мысалы түрлі PaperPal, әртүрлі қосымшалар бар. Сіздің аударған ойыңызды ары қарай мысалы парафрейз жасайтын, иә. Бірақ сіз айтыңызшы, сіз ондай қолданбайтын сияқтысыз. Сіз қалай жазасыз әдебиетке шолуды? Әдебиетке шолуда енді Нұрболат сияқты жаңағыдай жасап аласыз бәрін, иә. Содан кейін өзім мен жазам, анау карточка бойынша Excel сияқты кестелерде. Енді ары қарай қараңыз. Көп докторанттың ғылым жолында жүрген адамдардың, енді біз жұмыс көп тексереміз ғой, жіберетін қателігі әдебиетке шолуды алады да эссе форматында жазып тастайды. Немесе анау исходниктағыны копи-паст қояды да антиплагиаттан өте алмай жатады. Сонда жаңағы мысалы антропология саласы болса, мынау дегеніміз осы, анау дегеніміз осы дескриптив стильде. Мен студенттерге үйрететінім, сіздің әдебиетке шолу оқыған кезде авторлар, сол жерде мысалы біреулі мен Андерсон, Imagine Communities, бір-бірімен пікір таласқа түсіп отыру керек, сол жерде олар бір-бірімен диалогта болу керек. Сонда диалог немесе контраргумент жасап жатқан сияқты болып отыру керек. Сіз ол жерде оқыған кезде міне бір кино сияқты, мыналарды мен бірінші қарсы позициядағы авторларды бір жүйелеймін, ойы бір жерден шыққан, қай жерде олар бір жерде тоғысады ой, оны бір топтастырып алам да, сол бейтарап позициядағы авторлар бір бөлек, тақырыпшаларды, ол әдебиетке шолудың 7-8 техникасы бар ғой, туннель бар, жаңа тақырып бойынша жіктеу бар, имрат бар, басқа бар. Сол бойынша мен көбінесе мынау кең тақырыптан басталады да, жаңа өзіңіздің жеке мына тақырыбыңызға қатысты тар тақырыпқа жазған авторлармен аяқтаймын. Былай кетеді, 3 бұрыштың конус, төңкерілген пирамида, немесе басқа да, ол тақырыбыңызға байланысты сөйтіп аяқтаймын.
көбінесе қазақстандық контекст, қазақстандық зерттеушілер деген оны өзіңіз істеңіз, ол сізге чат GPT мынандай жүйелеуге оған көмектесер. өзіңіздің басыңыз керек сияқты бәрібір сол Отырып жерге. жүйелеп сіз түсініп, мынау әдебиетке шолу деген біздің диссертацияның фундаменті ғой. Үйдің фундаменті әлсіз болса, сіздің бүкіл диссертацияңыз, үйіңіз дұрыс салынбайды ғой. Мына әдебиетке шолуда шала шарпы жазылса, сіздің диссертацияңызда зерттеу сұрағыңыз, мынау бағытыңыз, темірқазығыңыз дұрыс болмайды ғой, жазылмаса. әдебиеттерге шолуда әдебиеттерге доступ мәселесі. Бізде қазір докторанттар қайдан алады сол әдебиеттерді әдетте? Гуглдан басқа, Google Академиядан басқа. Гуглдардан басқа. Енді мен Science Direct үйретем. базасынан Science алсын деп айтамыз. Direct, одан кейін мен енді Липген сияқты мынандай Немесе басқа Wiley, жолдан басқа көрсетемін. библиотекалар бар ғой, сайхаптан алады мысалы. Сайхап. Ол да Иә. соңғы кездері дұрыс жұмыс жасамай жүр. Иә, соңғы жылға Өкініштісі осы биыл кейбір университеттерде Скопусқа да қазір доступ жоқ. Доступ жоқ. Аннотацияланған реферативті Иә, ғана база база. болды. Университеттердің бәрінде сол. Осы саланы мен кейбір докторанттармен жұмыс жасағанда, ол кісілер Гуглға жазса, Гуглда жоқ болса, демек тақырып әдебиет жоқ деген түсінік болады ғой. Былай деп жазып қояды ғой, бұл тақырып зерттелмеген. Ол зерттелген, қарасаңызшы десем, олар дұрыстап іздей Вот осы мәселеде де әдебиет зерттегенде бізде анау кілт сөздер бар ғой, анау о немесе анды деп. Осы сөздерді тырнақшадан алғанда өзінің нұсқаулығы бар, әсіресе Scopus'тың превью болсын, толық аксесс болсын. Себебі ол жерге жай кілт сөз жазсаңыз, олар шығармайды. Именно сол кезде тақырыпты емес, тақырып сөз болған кезде өзіңіз синоним сөздер жазған кезде or деп жазамыз. Және ол жерге расчетка белгісін қойып, мынандай сөздерді қоспа дегенде фильтр бар. Ол деген кейбір салаларда болады. Мысал үшін бізде soft деген сөзді, soft power деген сөзді ататын болсақ, немесе hard power десек, вот hard software, hardware деп IT саласындағы синоним сөздермен келіп жатады кейде. Ұқсас сөздер. Сондықтан осы сөздерді алып тастаңыз, келесі сөздерді қосыңыз. Осы фильтрді дұрыс қолдана білу, меніңше, мынау әдебиеттер шолуда сіздің мынау жарығыңызды кеңге шашқанмен бірдей. Ал тақырыпты жай ғана көшіріп қойсақ, ол болмайды. Ол бір. Екіншісі, То есть контекстпен жақсы іздейді. контекстпен жақсы. Екіншісі, жақсырақ іздейді. мынау core paper дегендер болады араларымызда, классиктер. Соның арасынан соңғы шыққан классик болса, соны аламыз да, оның қолданған әдебиеттерін қараймыз. Оның қолданған әдебиеттер бізге ары қарай бір арқанмен баруға тырысады, получается. Сондықтан бір-бірімен жалғастырып отырамыз. Вот диссертация деп жатқанда сол ғой, жаңа 5 диссертация таңдадық. Соның мысал үшін айталық 25 жылы шыққан қорғалған диссертация, 20-шы жылы әр 5 жыл сайын қорғалған диссертация. Солардың әдебиеттерін көретін болсақ та, бізге үлкен ресурс негізі соның әдебиеттер тізімі. Сіз үшін бір докторант ұйықтамай 3 жыл жазды да, біз енді ол докторанттың еңбегін пайдалануымыз керек. Мысал үшін жақсы жағын. жақсы жағын пайдалануымыз керек. Менде атын айтпаймын, бірақ менде бір 2-3 қазақстандық докторант болған, маған дейін қорғаған. Мен оларды көрген кезде ол кісілерге әзілдеймін. Сендердің диссертацияларын саған қарағанда мен көп оқыдым деп. Себебі мен білем, өзі білмей тұрады. Енді ол кісі басқа салаға кетіп жатыр, маған көп көмектесті. Бұл бақыт деп ойлаймын, басқа Сосын жаңа әдебиетті табу бойынша, кейбір әдебиетті таппай жатсаңыз, жаңағы ашық ресурстардан автордың өзіне жазсаңыз, кейбір авторлар бере салады мақала. ResearchGate-тен жазасыз. ResearchGate-тен имейлін тауып. Біз сілтеме береміз, осының астында қазір көп библиотекалар, Wiley болсын, көп библиотекалар мынандай API ашық адрестерін береді да. Сіз Google Colab'пен API-ға қоссаңыз, бүкіл библиотеканы Google Colab'қа жүктеп аласыз. Қандай керемет. Бірден импортты береді. Содан ары қарай Google Colab'пен сіз ары қарай мына неңізді де жасай бересіз, жаңағы literature map кестеңізді де. Енді осы әдебиеттер шолу тақырыбын қорытындылау үшін, енді бізде Қазақстанда докторанттар әдетте көбісі сентябрьде бастайды, кейін январда оқуды бастайды, оқу семестр. Осы кезде оқуды бастамай тұрып, тақырыптары таңдалып жүрген кезде, вот цифрлық, даярлық бір курс болу керек та, немесе бір 10 күндік семинар. Сол жерде бізге маңызды емес, ол философияны оқиды ма, социологияда немесе IT-ді оқиды ма. Барлығына осыны бір мектептің оқуын өткенде бір 10-15 сабақ ретінде өтіп алса, өтсе, біздің қазір айтып жатқанымыз оны біздер түсінеміз, но бірақ бірінші курста кезіміз отыратын болса, ол кезде түсінбейтін едік ол кезде әдебиет. Мысалы үшін әліге шейін магистранттарға болмаса докторанттарға оңай ғой сатирамен жұмыс жасау. Сатираны алып аша салшы, ол не дейді? Ол не? Мен кішкентай ютубтан қысқа видео жіберем, осы видеоны көріп аш, оп-оңай. Одан бөлек, бұл бізге осы цифрлық дағдымыз болашақта әдебиеттерден бөлек датаны анализ жасаған кезде де көп көмегін тигізеді. Мен бір диссертация мақалаларда көрдім, World Bank'тың кейбір организациялардың
кестелерін скриншотқа алғанда просто қоя салған. Мен ол қазақ тілінде жазылған диссертация, ол скриншот ағылшын тілінде тұр. Тіпті жақында жарияланған монографиялар да сондай. И оны айттым, енді неге бұлай жасадыңыз десем, сілтемені көрсеттім ғой ағай деп тұр да, бірақ меніңше сіздің жұмысыңыз оригинал болса, кестелердің барлығы өзіңіздік болу керек. Деректің өзіне қол жеткізу керек қой. Дерек әдіске көшпей тұрып, мынаны аяқтайықшы. Осы әдебиетке шолу бұл теорияларды сән үшін жазу емес. Қой, біріншіден менің ойымша сіздің жұмысыңызға бұл тірек, теориялар сіздің жұмысыңыздың негізі. Сосын екіншіден бұл анау сіздің жасайтын, жинайтын дерекке бұл рама бір шекара сияқты да. Сіз әдебиетке шолудан не анықтайсыз? Зерттеудің ақтаңдағын, зерттелінбеген тұсын анықтайсыз да. Сол тұсты толтыру сіздің ғылыми жаңалығыңыз болады. Сіздің ғылымға қосқан үлесіңіз осы әдебиетке шолудан анықталған зерттелінбеген тұсты толтырудан басталады. Ертең сол ғылыми қорғауға шыққанда сіз осыны қостым деп айтасыз да. Және бүкіл сіздің зерттеуіңіз ертең дерек, талдау осы зерттелінбеген тұсты толтыруға бағытталады. Соны айтып өтсеңіздер, қалай міне әдебиетке шолудан дерек жинауға, талдау әдісіне қалай жаңағы қадам жасаймыз? Мен жалпы әдебиетке шолуды қарапайым тілмен түсіндірейікші алдымен да. Әдебиетке шолу ол сізге дейін қандай жұмыстар жасалды? Қарапайым тілмен айтқан кезде, біздің салада солай, мысалы үшін сізге дейін қандай жұмыстар жасалды, қандай архитектуралар бар, оларды қандай есептерге қолданды, сосын локалдық тұрғыдан осыған қатысты қандай есептер шешілді, сол есептердің қандай тұстары шешілмеді, қандай тұстары шешілді, болмаса сіз оны мысалы үшін қай жағынан келіп шешейін деп едіңіз. Ол жерде негізінде әдебиетке шолуды қарапайым түсінудің жолы осы. Сосын сіз оның барлығын оқып келесіз де, өзіңіздің ойыңызды жүзеге асырмақ болған ойыңызды қарайсыз. Менің шығаратын есебім бұған дейін орындалыпты, болмаса орындалмапты. Қолданған адам, мысалы үшін мынандай конформер архитектурасын пайдаланыпты. Мен де сол архитектураны пайдаланамын ба, болмаса басқа архитектураны пайдаланамын ба деген болады. Болмаса сіз егер экспериментке мысалы үшін компетенцияңыз жетпей кірісе алмай жүрсеңіз, сізге дейінгі жасалған жұмыстың мысалы үшін экспериментін алып, сол экспериментті бір прогон жасағаннан кейін сізде түсінік пайда болады. Демек, мен басқа архитектураға қосып көрейін енді. Сіз басқа архитектураға оңай өтесіз да. То есть, демек, әдебиетке шолу жасау бір жағынан сізге құрал береді қолыңызға. Осыған дейін адамдар қалай орындады, соны қайталап орындап көресіз. Егер ол жұмыс жасап, іске қосалып жатсаңыз, сізде ары қарай ойыңыз піседі, құралдармен таныс боласыз. Алып қосарларыңыз бар ма? Әдебиетке шолу. Әдебиетке шолуды бірінші материалдар жинақтап алу, екінші менің ойымша максимум көп, бірақ сонда да сізде күмән болады, бір ары қарай тағы да болашақта шығып қалатын әдебиеттер бар шығар. Себебі сіз диссертацияны жазып жүргенде параллельно білмейміз енді күнделікте. Сондықтан қашан сіздің әдебиеттік шолуым достаточно деп ойлаймын өзім. Бұл сұрақ кейде мені де мазалайды. Себебі біз ешқашан осымен тоқтаймыз деген болмайды да. Тағы да әдебиеттер бар шығар. Бірақ түсінуіміз керек, бізде мынандай мәселе бар. Ең жақсы диссертация айтады ғой, біткен диссертациялардың жақсысы жоқ дейді да. Жақсы диссертациялардың біткен жақсы диссертациялар ешқашан бітпейді дейді. То есть жақсылар ешқашан бітпейді, біткендердің жақсысы жоқ деген. Сол сияқты, сондықтан өзіңізді кішкене тоқтатуыңыз керек, ары қарай. Бірақ вот жаңа Айсұлу айтты ғой басында, бір мәселе анықталады мысалы үшін. Осындай ғалымдар зерттеп келген екен, мынандай сыз тізбек тұр. Біз оны жасанды интеллект арқылы программаларда жасаймыз. Сол кезде алғашқы бұның ең түбірі бір салада жатады негізінен. Мен халықаралық қатынастар болғаннан кейін саласы тарихтағы бір мәселелер, құқықтағы, оны политолог зерттейді, одан кейін экономистер зерттейді. Біршама ғалымдар бірлесіп зерттейді, сонда бір тізбек бар. Соны келген кезде вот мына жерде мынандай мәселе туындап тұр. Осыны менің диссертациям ары қарай зерттейді. Деп әдебиетке шолумен ары қарай қадам жасайсыз, Енді әдіснама бөліміне көшсек, әдіснамада бізде мынандай мәселе бар да. Мысалы экономика тағы басқа болса, мысалы міндетті түрде мат-модель болу керек, немесе статистикалық өлшем болу керек деп бір қатып қалған призмамен қарайды да. Ал былай біз жалпы әлеуметтік салада мынау сандық сапалық әдістер бар, оларды араластырып пайдалануға болады деген түрлі жаңа
дизайндар бар ғой, оған қарағанда оны да кейде бізде дұрыс қолданбайтын сияқты. Кейде ойлайды, мен көп әдіс қолдансам мықты жұмыс жаздым деп ойлайды да. Сонда әдісті қалай дұрыс таңдау керек? Міне өзінің алдында проблема тұр, жаңа әдебиетке шолудан ақтаңдақтан зерттеу сұрағы шықты. Енді оған ары қарай не гипотеза жасай ма, жоқ зерттеудің тақырыптарын, сұрақтарын жасай ма? Қалай сандық сапалық әдіске кетеді? Сол жерін Әсел сіз түсіндіріп бере аласыз ба? Енді біз көбінесе әлеуметтік ғылымдарда көбінесе сапалық деректерді, сол сапалық әдістерді көбірек қолданамыз ғой. Бірақ бұл тек қана сонымен шектелеміз деген сөз емес. Студенттер, сіз дұрыс айтасыз, аралас зерттеу дизайнын көп пайдаланады. Жаңа сапалықтан біреу, сандықтан біреу, сөйтіп жаңағы әртүрлі перспективадан тақырыпты көбірек ашамыз деп ойлайды. Бұл жерде зерттеу сұрағына көп байланысты. Зерттеу сұрағы егер қандай да бір гипотезаны тестілеуді бізден талап етіп тұрса, соны қажет етіп тұрса, біз оның гипотезасын өзіміз құрамыз. Мысалы, қазақстандық жастар қазір кликбейтке деген сияқты көп тәуелді деген сияқты. Және соңында жаңағы тәуелді ме, тәуелді емес пе? Оны қалай біз анықтай аламыз? Сауалнама арқылы ма, эксперимент жасау арқылы ма? Бұл сандық жолға кетесіз. Егер сандық жолға. Модель мен гипотеза болса, онда сандық жолға. Сонда деректермен тестлейміз, яғни гипотезаны растаймыз, немесе жоққа шығарамыз. Ал егер біз мысалы оның жолдары қандай, соңындағы пиар стратегияны құрудың жаңағы жолдары қандай, қаншалықты адамдар мысалы мына феноменді түсінеді деген сияқты сұрақ төңірегінде болса, онда біз кәдімгі тереңдетілген сұхбат, фокус топ жүргізу, сапалық жолға көшеміз, контент анализ жасау деген сияқты. Немесе мен өз диссертациямда тереңдетілген сұхбатпен қатар бақылау әдісінде өте сирек қолданылады негізі. Соны қолдандым және өте жақсы пайдалана білдім деп ойлаймын. Және соның дерегін талдаймын. Әдебиеттер тізімінде біз жаңа диссертацияларды біріктіріп жинаймыз едік. Сол кезде кесте өзімізге құжат жасағанда сізге дейін қорғалған диссертациялар қандай әдістерді қолданды, осыған назар аудару керек та көп жағдайда. Екінші, олардың қандай проблемалары болды, олардың зерттеу бағыттары қай болды. Өзіңіздің тақырыбыңызды жазасыз, сіздің зерттеу сұрақтарыңыз, ары қарай сізде бар материалдар, сіздің мүмкіндігіңіз де өте қажет. Сонымен байланысты өзіңіздің әдістеріңіз қалыптасады деп ойлаймын. Енді бұл әдіс ең маңызды тұсы ғой. Себебі болашақта жететін результаттарыңыз, әдістеріңіз кішкене күмәнді болса, результаттарыңыздың мазмұнында оның салмағы да болмайды. Сондықтан біз қандай результатымыздың салмағын арттырамыз десек, әдістер өте сенімді болу керек деп ойлаймын. Ол жердегі материалдар, оны анализ жасаған кездегі әрбір этаптардың қаншалықты этикалық нормаларға сай, қаншалықты сенімділігін жоғары көрсететіндей. Себебі бірінші этап өте маңызды айттық. Әдебиеттерді анықтадық, проблеманы бар екенін шештік. Екінші, өзгелерді көрдік, олар қалай жасапты бізге дейін. Біздің проблемамыз ұқсас па? Ары қарай егер әдістер қайталана береді, ол жерде тұрған меніңше ешқандай бір ағаттық жоқ әдістер. Бірақ сол әдістерді өзіңіздің контекстіңізде қолдансаңыз, болашақта біздің қорғауға ұсынылатын тұжырымдарымыздың салмағын арттыратын сияқты. Сіздің дерегіңіз де басқа болып шығады ғой, мысалы жиналған. Сіздің салада қалай әдістерді таңдайсыздар? Біз зерттеу сұрағынан кетеміз. Егер сол ауқымды болса, оған біз жаңағыдай бір верификациямен жауап бере алмасақ, онда сапалыққа кетеміз. Ал егер ол нақты статистикамен дәлелдейтіндей болса, біз сандыққа кетеміз. Сіздерде қандай? Статистика көп емес. Неге? Өйткені жоқ, статистика бар ғой, есептеу алгоритмнің негізінде да, бірақ біздер сияқты оны сыртынан ашып қарап, аударып төңкеріп деген нәрсе жоқ. Біздерде машиналық оқыту әдістері бар, дайын алгоритмдер бар, Сол дайын алгоритмдердің метрикаларын салыстырамыз. Болмаса басқа қосымша графиктер болады, олармен зерттелінеді. Келесі бір мәселе бар, мысалы үшін әртүрлі есептерді шығарған кезде, соңғы кезде қорғалып жатқан диссертацияларда машиналық оқыту дейді, терең оқыту алгоритмдері бойынша тиімді архитектура құру. Жаңағы attention layer деген бар, болмаса CNN деген бар, convolutional neural network, соларды кезектестіріп жаңағыдай қоятты бірінің үстіне бірін. Сол архитектура тиімді ме? Қалай жұмыс жасады? Ол жерде мәселе алгоритмді құру, және алгоритмді ол жай ғана құрып қою жеткіліксіз. Ол жерде алгоритмнің мысалы жылдамдығы есепке алынады. Өйткені біздерде көбінше есептеуіш ресурстармен жұмыс жасалынады ғой. Сосын келесі бір өте маңызды мәселе бар. Мысалы үшін менің саламда біздер көбінесе тілдің ресурстарымен жұмыс жасаймыз. Жаңағыдай
не деп айтады ғой, таңбаланған мәліметтер қоры да, аудио дыбыс жаңағы жоба деген сияқты, болмаса таңбаланған жай мәтіндер деген сияқты мәселе. Диссертацияның бір бөлігі, өте маңызды бөлігі сол ақпарат жинауға келіп тіреледі, датасет жинауға келіп тіреледі да. Кейде мынандай нәрсе болып жатады, бағана басында айтылып кетті ғой, тақырыптың өзектілігі да, кішкене кері қайтсақ, тақырыптың өзектілігін айтқан кезде сол датасет жинау негізі өте маңызды болып табылады. Именно тілдік құралдармен, IT саласында тілдік ресурстармен жұмыс жасаған кезде датасет жинау барысы ол тек қана қазақ тіліне қатысты емес, бүкіл әлем бойынша да датасет жинау барысы ең өте құнды дүние. Одан кейін сіздің алгоритміңіз тиімді болу керек. Мысалы үшін қазіргі бар алгоритмдер, көпке танымал алгоритмдер, мысалы үшін точность дейді ғой, жаңағыдай дәлдігі, дәлдігі, болжаудың дәлдігі ол жерде 92% болса, сіз айтасыз, менің алгоритмнің дәлдігі 95%, 97%. Бірақ ол жерде тағы да өтірік айтпау керек. Сол дәлдікті қалай дәлелдейсіздер? Жоқ, ол дәлдікті ол машиналық статистикалық тестілермен дәлелдейміз. Алгоритм өзі есептеп шығарады. Әртүрлі метрикалар бар, мысалы үшін F1 score деген бар, accuracy деген бар, болмаса word error rate, character error rate деген бар, егер жаңағыдай сөйлеу тану модельдері бойынша да. Әртүрлі метрикалар бар, сол метрикалар салыстырасыздар. Болмаса машиналық оқыту алгоритмдерін қолданған кезде, мысалы үшін модельдерді бір-бірімен салыстырған кезде, ол жерде accuracy-ге қатысты салыстыру ол ақымақтық болады. Егер ол жаңағыдай терең оқыту модель емес, нақты именно даже сол терең оқытудың өзінде, мысалы үшін классификация есебінде сіз accuracy-мен салыстырсаңыз, ол жерде андай мәселе бар. Парадокс accuracy деген бар да, ол жерде ол 95% дәлдік көрсетіп тұрған модель. Айтып атқандарыңызды сол IT саласындағылар түсінбесе, бізге сәл жоғана болжаудың дәлелдігі. Сіздерде бөле нақтылық қой. Сізге мән беретін түсіндік. 95% нақты жұмыс жасап тұрғанда оған сенуге болмайды кейде. Мысалы үшін екі модельді бір-бірімен салыстыру үшін F1 скорға мән бересіз да. Болмаса тағы да мәселе болады, есепті шығару барысы. Мысалы үшін енді жаман тақырып қой, енді Құдай сақтасын, бірақ соғыс тақырыбына келген кезде, мысалы үшін сіз егер дрондарды автоматтандырып жатсаңыз, дрон атып түсіру керек кезде сіз precision және recall деген екі метрика бар, соның қайсысы керек? Соның қайсысы маңызды? Болмаса сіз мысалы үшін қандай да бір ауруларды болжаған кезде ол жерде де precision дұрыс па, accuracy дұрыс па, солардың арасында таңдап білу керек та. Құрметті докторанттар, әдіснама бөлімі бұл негізгі бөлім, бұл бүкіл жаңағы зерттеуіңіздің жүрегі әдебиетке шолу болса, ал әдіснама ол не істейтініңізді көрсетеді, ары қарай сіздің соғатын тамырларыңыз бұл. Сондықтан оны мүмкіндігінше толық жазу керексіз да. Бізде көп кездесетін диссертацияларды ашып қарасаңыз, оның әдіснамасы не екенін түсінбейсіз. Әдісі не екенін түсінбей кетесіз сол бойы. Не әдіс қолданғанын, қанша іріктеуі болғанын, қандай адамдарды зерттеген, немесе қандай дейта данный ағанын түсінбей кетесіз. Ана Scopus мақаланы ашсаңыз тұр ғой, әдіс деген бөлімі бөлек бөлім, және оны басынан аяғына дейін тәппіштеп толық жазу керек. Қаншалықты толық жазасыз, соншалықты Scopusқа тез мақалаңыз өтеді. Жаңағы Ақбаян айтқандай, IT саласындағы нәрсені де солай тәппіштеп толық түсіндіріп бір бөлімді анау нені әдіснамаға арнасаңыз, сіздің жұмыс өте мықты жұмыс болып шығады. Сондықтан мына өздеріңіз мысалы әдіснама жазғанда неге көңіл аудару керек? Мысалы мен ұсынамын қазіргі диссертацияның бәрінің ішінде бір тарауға әдіснама және деректер деген тарау жасап, соның ішінде қандай әдіс қолдандың, сіз айтқандай ол әдісті не үшін таңдадың, одан кейін деректерді қайдан алдың, сосын олардың түбі қандай, және қанша мысалы этикалық мәселесі қалай, барлығы басынан аяғына дейін сізді көрген адам оны қайтып жасай алатындай жасалыну керек та. Бізге дейінгі аға буын үйтіп жазудан қашады. Анау мені ұрлап алады, мынау менікін біліп қояды деп. Ол ондай емес қой. Қазіргі ғылыми ашықтық мына әдістердің толық жазылғандығын және барлығы қамтылғандығын жаңа Ақбаян айтқандай солай талап етеді негізінде. Соны жазудан қашпаңыздар деп айтар едім, құрметті докторанттар. Әдіснама деген негізі нені қалай жасадыңыз болды ғой, сол ғана. Сосын
мен мысалы үшін диссертация жаза алмай жүрген адамдарға айтамын да, мысалы үшін менің өзім диссертация жазған кезде маған ең қиыны жаңағы басын жазу керек болды. Өйткені менің қателігім ең басында, мен әдебиеттерді оқып, ол кезде жинақтамағам оларды. Оқығам тек қана, сосын кейін экспериментке кірісіп кеткем да. Экспериментіңіз дайын болса, нені қалай жасағаныңызды білесіз ғой. Ол методология бөлімін жазу оңай. Өйткені сізде жұмыс бар, нәтиже бар, нені қалай жасағаныңызды білесіз. Сол жерде менің айтатыным ең басынан бастап жаңағы оқып бастаған кезде қай әдебиетті оқыдыңыз, соны міндетті түрде түртіп қою керек. Бір мақаланы оқыдыңыз ба, енді қазір AI-мен оңай болып кетті ғой. Мысалы үшін біздер оқыған кездерде бұрынырақта, мысалы үшін бір мақаланы оқыдыңыз ба, ол жердегі негізгі ой түйінді міндетті түрде өз сөзіңізбен бір құжатқа жинақтап қою. Ол жерде қазір AI дегеннің өзінде де міндетті түрде сіздің бір тірек мақалаларыңыз болады да. Ол тірек мақалаларды сіз 5 рет келіп, 10 рет келіп қайталап оқуыңыз мүмкін. Енді әдістердің ішінде талдауға қандай ұсыныстар айтасыздар? Талдауда қандай құрал пайдаланған жөн? Соған не айтар едіңіздер, кеңес? Енді мен басында алдыңғы сұраққа жауап беретін болсам, методологияда студенттер, ғалымдардың жіберетін қателігі өзі түсінбейтін және өздері қолданбаған әдістерді топырлатып 15-20-сын жазып кетеді. Жоқ, жалпы философиялық әдістерді не үшін жазады? Индукция, дедукция пайдаландым деп. Ол Аристотельдің кезіндегі әдістер конкрет нақты ғой. Индукция, дедукцияны жазады, кітаптардан Брайманның оқулығын алады, соған сілтеме жаза отырып. Енді сол индукция, дедукция деген не, өзің қалай түсінесің деген кезде студенттер оған жауап бере алмайды. Соны түсінсе екен, және өзі не қолдандыңыз, соны ғана жазыңыз. Ол жерде топырлатып, жаңағы салыстыру, конвергентті, жаңағы контент анализ, қолданды дейді, мақаласын өзін қарасаңыз, ол әдістер жоқ. Сондықтан не бар, соны ғана жазыңыз дегім келеді, және сіз жаңа қандай бағдарламаларды, құралдарды пайдалану керек дедіңіз. Енді бізде сапалық әлеуметтік ғылымдарда көбінесе NVivo және MaxQDA-мен жұмыс жасаймыз. Ол жерде мысалы біз соңғы мақаламызда YouTube-дегі біздің сериалдардың астындағы комментарийлер, мысалы мыңдаған комментарий болуы мүмкін, ол 10, 15, 20, 100 сериал, оның бәрін сіз қолмен қалай бәрін істейсіз? Ол MaxQDA-де сілтемесін ғана қоя саласыз да, ол сізге бәрін өзі шығарып береді, сіз тек қана оларды ары қарай, ол жүйелейді, сіз тек қана ары қарай онымен жұмыс жасайсыз. Сондықтан мен соны кеңес беремін. Ақбаян, сол дерек жинаудың қазіргі таңда 6 секунд екенін айтып өтіңізші. Жаңа веб-скрепинг деген бар, Pythonның мүмкіндіктері бар. Сол онлайн дерек жинауды. Қазір мысалы үшін API-лар көп. Егер API-лар болмаса, API деген ол API дейді да, Application Programming Interface дейді. Сіздер әртүрлі ресурстарға, мысалы үшін API-на жаңағыдай қосылып, мәліметтерді оңай жүктеп аласыз. Егер ол жерде жүктеу мүмкін болмаса, ол жерде Pythonның библиотекалары бар. Промпт жазып, сол библиотекада мен мына беттен осындай ақпаратты жүктейтін едім десеңіз, сізге скрипт жазылады да, сол скриптіні пайдаланып жүктеп алуға болады, мысалы үшін, егер ашық ресурстар болатын болса. Мен айтарым, миллиондаған теңгені жаңағы лицензиялар сатып алуға құртпай, одан да ашық ресурстардан бүгінде Python'ды үйреніңіз, себебі Python'да сандық, сапалық барлық талдауды жасауға болады. Әрине қосымша жаңағы MaxQDA-да, Atlas-да жаңағы өнерің болса, ол бір өнерің ол. Ал негізі, онымен шектелмеу керек, себебі ол бағдарламалар сізге бір дайын модельдердің бір упаковкасы. Сол жолмен жүруді ұсынады да. Ал Python'да қазір үлкен библиотекалар бар. Ол жерде жаңағы сандық, сапалық талдаудың жаңағы өте алдыңғы қатарлы түрлері шығып кеткен да. Сондықтан мүмкіндігінше мынау зерттеу құралдарын жаңа айттық қой, цифрлық құралдарды алдын ала үйреніп алыңыз деп. Сол үшін бүгіннен бастап мен ғалымдарға да, жас жаңағы докторанттарға да айтарым, бүгінде Python'ды үйренуден бастаңыз. Python'нан қорықпаңыз, бір код, бір скрипт жазбайсыз. Оның ішінде енді әрине базасын біліп алған жақсы, дегенмен де ішінде Gemini бар, ішінде барлығын промптпен жазып шығасыз. Бірақ оны да сонда мен қазір көп айтатын, бүгінде талдау жасауда 6 секундқа айналды. Талдау жасау, NLP анализ барлығы
Бәрін өзі 6 істеп секундта, көп болса 10 секундта жасайсыз. Бұл жерде айналып келгенде мәселе сол зерттеудің моделін дұрыс жасауда, әдебиетке шолуды дұрыс жасауда, сол анау зерттеу құралыңызды дұрыс жасауда болып тұр да. қалған нәрсені Иә. жеңілдетуге Қалған болады дейсіз ғой. барлығы өте оңай Иә, бүгінде. өйткені Оны Pythonның шеті жоқ, қиыры Иә. жоқ оның да, ол бүкіл әлем соны дамыту үстінде жұмыс жасап жатыр да. Сосын қазір Google Colab'ға Gemini AI-ды қосып қойған, промпт жазасыз да өзі жаза береді. Ол ұнамаса, басқа AI құралдарға промпт жазасыз да, соны көшіріп әкеліп Google Colab'да орындалатындай қылып жазып бер десеңіз, мысалы сіз өзі бәрін халықаралық орындап береді. құжаттарды бірден Google Colab'ға экспорт жасап аласыз да, импорт библиотекалардан. Бірден соған контент анализ, NLP анализ жасап кете бересіз. Сентимент анализ, или халықаралық құжаттардың ішіндегі мынау ұғымдардың жаңағы концепциялардың қанша рет кездеседі, кездеспейді, корреляциясы барлығын бірден жасайсыз. Біз 4 автор болып сентимент анализді 9 ай бойы жасадық. Жоқ, біз оны 9 Ақбаян ай. екеуміз 15 секундта Міне жасаймыз. қараңыздар, 9 ай Түсіндіңіздер? және versus 15 секунд Иә. қайсысын таңдайсыз? Иә, сол үшін қорықпаңыз, Python деген қиын деп мәселен. Мгм. Бірден бүгіннен бастап үйреніңіз, бүкіл командаңызды үйретіңіз. Курсқа жазылыңыз, Ақбаянның курсына жазылыңыз, Pythonды Иә, үйретіп. осы тұста Бар. біз Нұрболаттың, біздер Ақбаянның өткіземіз. бәріміздің курсымызда бұл әзіл емес. Иә, бұл әзіл емес, себебі біз оны өзіміз ана қан мен терден өткен соң жасаған айтасыз. курстар, сондықтан оның бағасы да символический деп толық жарнама айтып кетейік. Иә, ол біздердің мысалы үшін неше жыл бойы жинаған багажымыз ғой, Иә, біліміміз ғой. оңай жолы да, мысалы мен Нұрболаттікін алғанда түсіндім да, мен бұған дейін көп қара жұмыс жасап жүргенімді. Мысалы біз институт болып Нұрболаттың курсын алдық та, мәселен. Ал Ақбаянмен сөйлескенде мен ойладым, бұған дейін мен вообще мына кекпенмен жер шауып жүрген екем ғой дедім. Excel'де әр деректі жинап, копи-паст қойып, Python'да бір кнопкамен бүкіл халықаралық дүниежүзілік даму банкінің бүкіл дерегін мына 100 жылға бірден импорт жасап аласыз. Қалаған гипотезаңызды, иә? Шындығын айтқанда да қазір Python'ды үйренген адамдар солай айтты. Негізі біз өткен ғасырда өмір сүріп жүр екенбіз ғой деді. Мысалы лицензия сатып ап, жаңағы қолдан кодировка жасап, мысалда немесе сол бағдарламалар ұсынған фреймдарға шектеліп, көрдіңіз бе? Құрметті зерттеушілер, AI мен цифрлық құралға толық өтіп кетуге болмайды. Себебі сіз өз жерде бір бизнеске жоба жасап жатқан жоқсыз. Бір жаңағы проект жасап жатқан жоқсыз. Сіз ғылымға үлес қосып отырсыз. Сондықтан сіз баяғы классикалық жолмен әдебиеттерді, кітаптарды оқып, өзіңіздің модельді жасап, иә, вот оның барлығы өшірілмейді, иә, оны қабат жасауыңыз керексіз. Сондықтан да классикалық жолмен цифрлық жолды тиімді қоссаңыз, иә, сізден мықты өнімді ғалым шығады. Ол жерде AI менің ойымша кірісуге оңай да. Сіздің сол ізденіс барысына кірісуіңіз жеңілдетеді. Ары қарай өзіңіздің ойлау жүйеңізбен тереңдеп еніп кету жеңіл болады. Құрметті докторанттар, зерттеуіңіздің әдебиетке шолуын жасадыңыз, талдау жасадыңыз түрлі құралдармен, иә? Енді ғылыми жаңалығыңызды қайтып алып шығасыз. Жаңағы дискашн бөлімін қалай жазасыз? Бізде көп диссертацияда дискашн жоқ. Бірақ оны ана қорғауға шыққан кезде сұрайды, сонда сен басқа ғалымдардан артықшылығың не ерекшелігіне, ғылымға не үлес қосасың дейді. Сондықтан мен қазір бәрінен сұрайтыным, диссертацияға бір бөлім дискашн қосыңыз. Мен өзім қостым ба деген ол бір сұрақ әрине. Бірақ негізінен енді мына имрат талабы бойынша қосу керек деп ойлаймын, иә. Осы дискашнды қайтып жазасыздар сіздер. Ол скопусқа да диссертацияға да керек. Имрат талабында дискашн бар. Енді біздің салада дискашн жазу айтарлықтай жеңілдеу мүмкін. Өйткені біздер state of the art дейді, өзімізге дейінгі жасалған ең жақсы деген жұмыстармен салыстырамыз. Маған дейін бірінші, екінші, үшінші жұмыстар жасалған. Сол жұмыстарға қараған кезде менің нәтижем мынандай. Болмаса менің алған нәтижем 2 есе жақсы, 3 есе жақсы, болмаса 5%-ға жақсы, 6%-ға жақсы деп көрсетіп кетесіз. Бізде дискашн солай жасалынады. Болмаса, егер сізге дейінгі жасалған жұмыс болмаса сізге дейінгі жасалған жұмыс шала болса, солармен ұқсастығы қандай, айырмашылығы қандай, соны ғана айтып кетесіз. Сіздер қалай жазасыздар дискашн? Бізде менің ойымша дискашн бұл әдістеме алғаннан кейін
результат пен дискашнның арасында айырмашылық болу керек. Көп жағдайда менің түсінігімде екеуін соны бір затты қайталап жатады получается. Көп жағдайда нәтиже бұл сіздің әдістеме нәтижесіне қол жеткен нәтиженің интерпретациясы. Ал дискашнда енді өзіңіз сол нәтиже қол жеткіздіңіз, соны дұрыс интерпретациялау өте маңызды, әсіресе гуманитарлық ғылымдарда. Себебі кейбір жағдайда оны көре алуыңыз керек. Мысалы үшін кейде жаңа біз айтып жатқан контент анализ болсын, басқа анализ болсын, ол анализ ол шикізат, оны ары қарай толықтыру үшін интерпретация керек, өңдеу керек. Ол өте маңызды. Бұл жерде ешқандай да енді жасанды интеллект немесе басқа емес, тек табиғи интеллекттің жұмыс істейтін. Себебі жасанды интеллект мәселесі бұл жеке деректерді тарату да ықтималдылығы жоғары. Екіншіден, сіз бұны өзіңіз қаншама еңбек еттіңіз, еңбектің нәтижесі. Нәтижені сіз егер жасанды интеллектті жасатам десеңіз, бұл үлкен қателік. Сондықтан жасанды интеллектіні үйрену дегеніміз менің түсінігімде қандай жерлерде қолданбауды білу. Ал оны бір үйреніп алып барлық жерге қолдансаңыз, ол қауіп алып келеді. Сондықтан біз қолданбауды үйретеміз, тек қолдану емес. Сондықтан осы салаға келгенде, дискашнға келгенде мұқият болу керек. Себебі защита кезінде. Негізі защита бір 15-20 минут көлемінде докторанттың сөйлеу ары қарай сұрақтар бар ғой. Сұрақтар кезде менің түсінігімде көп деген сұрақтар осы дискашнға келеді, дискуссияға келеді. Рецензентіңіз болсын, диссоветтің мүшелері болсын, олардың қоятын сұрақтар осы. Бірақ оны диссертацияда жазбайды көбі. Соны қояды. Мысалы үшін мен өзім қорғауға дайындалып жүргенде, бізде бүкіл диссертациялар ашық өтеді, демократичный өтеді, бүкіл Қазақстан бойынша. Сондықтан бір 2 ай бұрын Zoom сілтемелерін хабарлама қояды, соған кіріп, басынан соңына тыңдап шығатынмын. Одан бөлек бізде YouTube-та да толып тұр. Соңғы 2015-тен бастап қорғалған бүкіл диссертациялар. Вот соларды диссертация жазып болғаннан кейін көру керек та. Көрген кезде докторанттың дайындалып келгені бір бөлек, диссертация қорғау барысында қойылатын сұрақтар бір бөлек болады. Сондықтан екеуін бір-біріне сәйкестендіру үшін алдын ала осы диссертацияға сіз айтқан дискуссиясын, ақпараттарды, ал менікі қате болса ше деген бір ой үнемі күмән болатын болса, менің бүкіл жасаған жұмысым 0 болатын болса, қате болса ше, вот соны алдыңға алып келе отырып талқыласаңыз, жұмыстың сенімділігі артық болады. Себебі, когда сіз жұмысыңызға номер 1 критик өзіңіз болсаңыз, өзіңіз жұмысыңыз, басқа ешкімнің сынынан қорықпайсыз. Ал өзіңіздің жұмысыңызды өзіңіз бұл мықты деп басқалардың сындарын ескертпесеңіз, меніңше үлкен проблема. Бірақ мен сол өзіме 10 сұрақ дайындап алдым да, осы сұрақ енді мүмкін ол мен әлсіз тұстарым шығар, осыны сұрап қалса қалай дайындалам деп. Бірақ соның біреуін де қоймады. Маған жақсы стратегия болды сіздікі. Ал енді сол сұраққа көшсек, мына қорғауға қалай дайындаламыз? Сосын бізде докторанттар мына қорғау уақытын соза береді да, мен әлі дайын емеспін деп. Соған қандай кеңестер айтасыздар? Синдром менің ойымша, ол өзіңіздің диссертацияңызды бастан аяқ басып шығару керек, ол компьютерден оқимаңыз шұқшиып. Өйткені міне былай оқыған кезде сіз өзіңіздің кемшін тұстарыңызды білесіз, және өзіңіздің артықшылығы мен кемшілігі осы жұмыстың соны жазып шығыңыз. Сіз дұрыс жасадыңыз. Потенциалда әлеуетті қандай сұрақ қойып қалуы мүмкін, соны жазыңыз да. Мысалы, сіз айтып отырсыз ғой, YouTube-те көп бағдарламалар бар, шетелде оған арналған том-том кітап бар, Viva. Оған қалай дайындалу керек, қалай жауап беру керек ол жердегі сұрақтарға. Бізде ол білмеймін, неге бір ұсақ түйек ретінде қаралама. Ол бізде докторанттың жеке проблемасы. Міне бір идея, біз сол Viva-ға дайындық кітабын оқулығын жазайық, бәріміз бірлесіп. Сол жерде сіз мысалы бір кеңес, бұл диссертацияны сіздің ғылыми жетекшіңіз де ешкімде сізден артық білмейді, оны зерттеген сіз, және зерттеуде негізі қателік деген ұғым жоқ екенін түсініңіздер. Мынау дұрыс, мынау бұрыс. Сіз қалай зерттеп шықтыңыз, міне ең маңыздысы сол. Осылай сіздің пікіріңізбен келсем, алайда менің пікірім міне мынандайда деп сіз дәлелдей білсеңіз, сол ең дұрысы. Және мысалы әр тарауға, мысалы басып шығардыңыз ғой, әр тарауға стикер қойып қойсаңыз түрлі түсті. Мысалы сізге сұрақ қойғанда екінші тарауыңыздың, мысалы мен шетелдік тәжірибемнен айтып жатырмын, мысалы 55-ші бетінде осындай аргумент айтыпсыз деген кезде, сіз ана жерде қобалжып қандай аргумент айтып едім деп емес, ашып қалып соны мына жерде жаңағы алдын ала маркермен белгілеп қойған теорияларыңызды бірден
тауып алып сол бойынша жауап беретіндей деңгейде болуыңыз қажет. Айна алдында дайындалу керек сұрақтарға, өзіңіздің даусыңызды да бәрінде. Енді ол бір-екі апта көлемінде таза психологиялық тұрғыда жетеді деп ойлаймын. Сосын қорғауға шығып болмаудың проблемасы ол көбінесе адамның жеке перфекционизм дейді ғой. Сіз шығарған есебіңіз өзіңізге ұнамайды да, жеткілікті деңгейде жақсы емес. Сіз мысалы үшін сізге мақсат етіп есеп етіп қойылған датасетті жинадыңыз, оған модельді оқыттыңыз, бірақ сіз ойлайсыз, мынаның қатесі әлі 20%, мен әлі де жинауым керек, бірақ соның қашан жиналып бітетінін білмейсіз. Мен сөйтіп жүрдім, соны докторантураның 3-ші курсында оқып жүрген кезде менің бір әріптесім сұрады, сіз қорғауға қашан шығайын деп жатсыз? Мен әзір шықпаймын, мен есебім шыққан жоқ. Енді модель жұмыс жасап тұр, жаңағы танып тұр, нәтиже бар ғой енді. Жарамайды менің жасаған жұмысым деймін да, сөйтсем әріптесім өзіңіз шектеу қойып отырсыз. Әріптесім күледі, ой, сіз мына жүрісіңізбен өмір бойы жүресіз. Егер сіз есебіңіз бітпеді деп ойлап тұрсаңыз, онда сіз сол бітпеген бөлігін кейін қосымша ғылыми жобалар қылып бересіз. Егер көңіліңіз толмаса, жаңағы гранттық қаржыландыру бар, я болмаса жас ғалым бар, я болмаса тіпті идеяңыз өте қатты жоғары болып баратса, жаңағы мақсатты қаржыландыру жобалары бар ғой, солар қылып бересіз да. Ол жерде ең бастысы менің ойымша тоқтап білу. Сіз зерттедіңіз ғой, мына әдіс былай жұмыс жасайды, мына әдіс керісінше жұмыс жасайды, болмаса 5 тілді біріктіріп оқытқан кезде расында да нәтиже жақсы шығады екен. Көзіңіз жеткіздіңіз ғой, ғылыми сұраққа жауап бердіңіз ба? Соны айтыңыз болды. Тоқтаңыз да соны айтыңыз. Әйтпесе оның шеті қиыры жоқ та негізінде. Оны жақсарта беру үздіксіз процесс, оның түбіне ешқашан жете алмайсыз. Енді диссертацияны қорғаған кезде менің ойымша Қазақстан мысалында көп докторанттар мен өзім дайын емеспін дегендер аз сияқты, көбісі талаптарға сәйкес келмегеннен кейін қорғай алмай жүр. Ол бір. Екіншіден, жақында бір кісімен сөйлестім де, сол кісімен қашан қорғайсыз дегенде ол айтты былайынан, егер докторантураны бітіресің ғой, бітірген кезде уақыт созыла беретін болса, сені қорғауға деген мүмкіндігің де төмендей береді деп. Ол жарайды, сіз мақала шығарсаңыз, сондықтан мен түсіндім, максимум түрде осы бітіргеннен кейін 1-2 жылдан ұзатпай қорғау керек. Оған дейін қорғамасаң, сіздің қызығушылығыңыз да төмендейді, мүмкіндігіңіз мүлдем төмендеп, бәсеңдеп кетеді, әрі қарай өзгеше болуы мүмкін. Мынандай ереже бар да, ол ереже айтылмайды, ешқандай қағазда жазылмағанда. Бізде мынандай бар. Егер сіздің халықаралық журналдарға шыққан мақалаңыздың шыққанына 2 жылдан асып кететін болса, сізге сан түрлі сұрақ қойып, мақалаңыз ескіріп кетті деп қорғауға шығармай қоятын жағдайлар бар. Менің өзім қорғауға шығатын кезде менен сұрады, сіздің мақалаңыздың шыққанына қанша уақыт болды деді. Мен кеше ғана шықты. Онда сіз қорғауға бара беріңіз. Егер мен ол жерде айтатын болсам, 2 жыл бұрын шығып кеткен, 3 жыл бұрын шығып кеткен болса, онда мен жібермей қоятын еді да. Сіздің жұмысыңыз ескіріп кеткен болды, сіз қайта жазыңыз деп. Соны да біліп жүру керек негізінде. Жайбарақат, арқаны кеңге салып, мақала 5 жыл бұрын шықты. Даже KPI-ға тапсырған кезде мақалаңыздың шыққанына 5 жыл өтіп кетсе, ол жарамайды ғой. Жарамайды. Ол жерде диссертация қорғаған кезде айтылмайтын ереже бар сондай да. Оны жаңағы ғалым хатшылар, кейбір ғалым хатшылар оны ұстанады, кейбіреулері ұстанбайды. Егер ұстанатын ғалым хатшыға түсіп қалсаңыз, жұмысыңыз зая кетуі мүмкін. Тағы бір лайфхак айтайын, диссертацияны қорғаған кезде алдын ала біз жұмысты басынан аяғына дейін оқимыз ғой әдетте. Оның соңы қорытындыдан керісінше оқуға болады. Соңынан бастап негізгі бөлім, одан кейін кіріспесіне өтесін, өзіңіздің қамтымай кеткен тұстарыңызды тез анықтауға көмектеседі. Бұл бойынша, мысалы үшін енді бізді көріп отқандар 1-ші курс немесе енді басайын деп жатқан болса, мен оны кейде мақала жазғанға қолданамын, бірақ олар енді диссертация жазғанға қолданады ма? Бірінші қорытынды жазып бастаймын. Ол енді шынымен қорытынды болмайды, бірақ өзім сондай бір елестетем, мақала бітті. И қорытынды былай жазамын. Мақалада осындай мәселе талқыланды, осындай әдіс қолданылды, осындай миымда толықтай менің түсінігімде ең идеалды мақала деп. Құрылымы бойынша. Сіз ол жерде нәтижеңізді көріп тұрасыз ғой, менде мына нәтижеге жетуім керек. Сұлбасын. Нәтиженің сұлбасын көрінген кезде іздену жеңіл. Мүмкін, бірақ әйтеуір сіз жазып қоясыз қаңқасын. Басы мен соңына осы бір саналы түрде барған сияқты. И ары қарай маған уже оңай болады.
мен А нүктесінен Б нүктесіне келіп қойдым, енді қайтадан А нүктесінен шынайы жүруге болады. Бұл да сіздерге көмектеседі. Екінші мәселе бар. Көп жағдайда мақаланың абстрактын оқыған кезде, диссертацияда да абстракт бар ғой. Абстрактпен бізде негізгі бөлім бір-біріне сәйкес келмей жатады деп жатады. Себебі абстрактыда өте үлкен пропозалда уәделер беріледі, керемет жасалған дейді. Бірақ ішінде біз кейде таппай жатамыз жұмыстарды. Сол кезде екеуінің арасында да reality мен expectation болмас үшін кейде керісінше соны. Абстрактыны үнемі соңынан жазу керек қой. Жоқ, менің түсінігімде соңынан жазамыз ғой, ең соңында. Бірақ абстракт пропозалдағы жұмыстың арасындағы сәйкестіктерді жою үшін. Сол кезде кішкене алшақтық жойылады деп ойлаймыз да. Енді қысқа ғана айта салайық, онда мынау диссертация жазған кезде, қорғаған кезде қалай стресске түспеуге болады? Не лайфхактар айтасыздар? Енді көбі тайм менеджмент дейді, біреу менталды тұрақтылық дейді. Соны қалай мүмкіндігінше осы стрессіз жол жүруге болады? Себебі бәрі стрессте қазір. Скопус деген стресс, жаңағы зерттеу, дерек жинау деген стресс, жаңағы жазу деген де стресс біреулерде, соған әрқайсыңыз бір лайфхак айтсаңыздар. Енді мысалы шетелде мен қорғаған кезде мен түнімен ұйықтамай шыққаным есімде. Уайымдағаннан қызымды мектепке апарып жатып, ойбай, мен мына жерде жолда құлап қалмайын ба, аяғымды сындырып алмайын ба. Ол кезде ковид кезінде онлайн болды ғой. Соны мен ана уақытында жете алмай қалам деген компьютердің алдын ала бізде тестинг болды, ана Wi-Fi-ңыз бар ма, бәрі дұрыс па деген, оның бәрі стресс. Бірақ айтқым келгені, сіз осы жолға жеттіңіз ғой. Осы қорғауға дейін. Бұл үлкен жетістік негізі. Және сол өзіңізге қол шапалақтап, өзіңіз мақтаңыз. Осыған жеттім, енді 40-на шыдадыңыз, енді 41-не де шыдайтын шығарсыз соңында. Енді мен мысалы қорғаған кезде соңында енді сізді мына бөлмеден онлайн шығарып, қайтадан ақылдасқаннан кейін кіргізіп, сосын нәтижесін айтты ғой. Сол кезде мен мысалы жылап жібердім. Бәрінің көзінше ана жақта былай кетті, ағыл тегіл жас, ол қуаныштың көз жасы, мен еңбегімнің көз жасы деп есептеймін. Бірақ кейін релиф пайда болды. Яғни бәрі өтті кетті. Бұл деген 1 сағат, 2 сағат көп болса өтеді. Бірақ 3 жыл стрессте жүру міндетті емес қой. Иә, міндетті емес. Соны өмірді қатар ұстап жүріңіз. Диссертация бұл ғылымда, бұл анандай шыңы емес ғылымның. Одан кейін де өмірдің де шыңы емес. Одан кейін біз қауымдастырылған профессорға жету бар, басқа бар, сөйтіп кете береді. Сондықтан да бұл сіздің бір баспалдағыңыз деп есептеңіз. Болды. Арғарай сіз өтесіз, ақыры сіз соған жеттіңіз бе, арғарай енді қорғауға жетіп барып құлап қалған деген естіген жоқ енді. Естіген жоқ. Бар ма онда? Ондайға енді Құдай сақтасын, жетпей ақта қойыңыздар. Қорғайсыз ғой енді, әлеуметтік ғылымдарда болсын, қай салада болмасын, дайындаласыз. Сонда тұрған ештеңе жоқ, қорықпаңыз. Мен осы бойынша айтайыншы, себебі менде проблема болды бұл. Мен қосымша жұмыс жасадым, жұмыс жасағаным, ол жұмысым маған осы диссертацияма көмектесті. Себебі мен шетелдік медиаларда, баспаларда мақала жазып жүрдім. Оларға апта сайын. Қазір де жазамын, Катарға, Әзербайжанға, осы Қазақстанға медиалар. Ол маған осы бір толқында тұруға, кейін Алматы ақшамы газетінде де 500-ге жуық мақала жазып, аптасына 3. Ол әдет болып қалған. Енді мен оны бір үлкен ақша үшін жазған жоқпын, бірақ осы бір толқында тұру үшін, екіншіден қаламымды қыздырып отыру үшін. Себебі вторник и четверг күндері редактор жазады, бүгін 11-ге дейін жіберіп қоя салыңызшы деп. Өйткені газет баспаға кетеді деп. Мен оны таңда тұрып, соны бітіріп алуым керек, бірінші соны жіберем, ары қарай кетем. Енді лайфхак бойынша. Мен 2017 жылы есімде магистратурада оқыдым ол кезде. Сол кезде мен қатты қорықтым, ол кезде ешқандай искусственный интеллект жоқ. Тезисті өткізу керек. Семестрдің соңында тезис жазып өткізеді, сол сессия ретінде жабылады. Балалардың барлығы жазып жатыр, барлығы. Менде уақытпен проблема. Мен ертең жазам, арғы күн жазам, енді өзім қорқып жүрмін. Болды, тек арт қарай жылжытып отыр. Bir күн айттым. Суббота күні сағат 3-те кітапхана кіремін дағыны, таңға дейін жазам, уақыт болады деп. Уақытпен болмаса шықпаймын деп. Келдім сағат 3-те. Расында таңға дейін жүрдім, бірақ түк жазған жоқ. Таң атқанын білем, велосипедпен қайттым үйіме кейін кампустан, бірақ түк жазбадым. Бірақ кейін түсінгенім, біз көп жағдайда уақытпен бір мәселені шектемеуіміз керек та, 2 сағат осыны бітіруім керек, осыны жазуым керек деп. Жұмыс жасаған кезде негізгі таск
нені жазам осыған дейін, мысалы үшін бір отырдым, осы кіріспе бөлімін бітіріп кетем, немесе мына 2 кітапты оқып бітіріп кетем. Ал сіз егер 1 сағат қана жұмыс жасаймын, 3 сағат қана жұмыс жасаймын деп уақытпен қойсаңыз, ойыңыздың бәрі, мысалы үшін 10 минут қалды ма, 20 минут қалды ма деп соны уайымдаумен отырады. Кейін телефонға қайта-қайта почтаны тексере бересіз. Яғни акцент жұмыстың өзіне. Жұмыс көлемі бойынша мақсат қою. Мақсаттың өзіне. Оны мен Барбара Оклидің Learning How to Learn деген кітабы бар ма еді? Сол жерден кейін оқыдым. Расында да ол жақта да бар екен. Сондықтан ол бір, екіншіден енді докторантураны қорғай алмай қалсаңыз, ол еш нәрсенің соңы емес. Ол да жақсы деп оны да қабылдау керек. Себебі біз әдетте докторантураға тым көп құндылық беріп жіберсек, оның өзі асқақтап кетеді, біз төменде қалып қоямыз. Ол 4-еуміз де қорғадық қой осында, бірақ аса бір сыртта Rolls-Royce күтіп тұрған жоқ, мысалы үшін. Сондықтан қорғалады, бірақ өзіңіздің денсаулығыңыз, өзіңіздің байланысыңыз, ол да ескеру керек. Сосын негізі жалпы оқу кезінде стресске түспеудің амалы, енді мен стресске түстім деп айта алмаймын. Өйткені менікі жалпы топтық жұмыс болды да, мысалы үшін мәліметтерді жинауға біршама адамдар жұмылдырылды. Менің жұмысым сол мәліметтерді жүйелеу, біріктіру сияқты мәселе болды. Ол бір да. Сосын ғылыми жобада жасадыңыз ба диссертацияңызды? Мен ғылыми жобаның аясында жасадым. Ол өте жеңіл болды. Өйткені мәліметтер сізге басқа адамдар жинап береді. Болды. Мысалы мен ғылыми жетекшім келген практиканттарды жұмылдырдық, жаңағы таңбалауға, жинақтауға, сондай мәселе болды. Шамаңыз келсе, командалық ойынға кіретін болсаңыз, шама келсе да, ол оңай болады. Одан кейін келесі мәселе, диссертацияны жазу барысына келген кезде менің шетелдік ғылыми жетекшім айтты, сен диссертацияңның мүмкін планын жасап аласың, жоспарын жасап аласың алдымен деді да. Енді менде экспериментім бәрі бітіп қойған. Мен айттым ғой басында қателігімді жаңағы әдебиетке шолу жасамай бастап кеткен ғой. Оқығам, бірақ жаңағыдай жинақтамағам. Маған ең қиыны сол бөлігі болды да. Ең қатты стресс тудырған жерде сол болды маған. Бұрын оқып кеткен нәрселерді қайтадан жинақтау керек қой. Ол бұрын өтіп кеткен нәрсе болғасын жинақтау, оны қайтадан көп күш алды менде да. Сосын ғылыми жетекшім айтты, шетелдік сен алдымен жоспарын жасап ал деді. Мен жоспарын жасап алдым. Әр бөлімге не жазам. Сосын әр бөлімнің ішіндегі бөлімдерін жаздым, отырып түгел тақырыптарын сөйтіп жазып алдым да. Содан кейін келесі мәселе болды. Мен ғылыми жетекшіме айттым шетелдік. Сіз маған апта сайын кездесуге шығып отырсаңыз. Әрбір бейсенбі сайын біз кездесуге шығамыз онлайн зуммен. Ол менің жаңағы соған дейін жазған дүниемді жазып ол кісіге жіберемін, соны талдаймыз. Енді сол кісіден ұялғаннан жазып шықтым, жаңағы бөлім қылып алдым. Жеңілі, мысалы үшін сіз бүгін отырасыз ғой жазуға да, менде сондай болды. Мысалы үшін бүгін ең басындағы бөлімнің бір несін жазу мүмкін, бір абзацын. Болмаса шабытың келеді ма, мысалы үшін attention деген бөлікті аласыз да, ол соңында болуы мүмкін да, соны түгел attention жазып тастайсыз да. Менде жоспарым болды, жаңағы кітаптағы сияқты бөлімнің ішіндегі бөлімдер деген. Міндетті түрде хронологиямен жүрмейсіз деген сөз. Сондықтан оңай болды маған. Шығармашылық сияқты қарау керек та. Шығармашылық сияқты. Одан кейінгі мәселе ең соңында қорғауға шыққан кезде мен ойлаймын, қорғайтын кезде жалпы стресс болмайды мүмкін. Менде ет қызуы деген ба дүние болды да. Қорғаған кезде мен білмеймін, әйтеуір қорғауға бардым. Көрген түстей. Көрген түстей. Мен өйтіп диссертацияны қайта оқып неткен жоқ, өйткені мен білем ғой не жасаған дүниемнің бәрінде. Неше рет қайталап жасаған дүниелер, ет қызумен бардым, сұрақтары қойып жатыр, жауап беріп жатырмын, әйтеуір шыққаннан кейін елдер қалай оңай деп қоямын. Сосын кейін жаңағы стенограмманы өзіміз жасаймыз ғой. Стенограмманы көріп отырып мен жағамды ұстадым. Мына кісілер мені қалайша талаған, мына кісілердің жандары ашымай ма сонда деп. Сізде анандай стресс болған ғой, бірақ оны қабылдау кейін болды. Сосын мен қорғап болғаннан кейін ертесіне жатып қалдым кәдімгідей. 2 ай ма орнымнан тұра алмадым. Қорғағанша өзіңізді бағдарламалағасыз да, программирование жасағансыз. Мен ары қарай жазбағансыз. Одан кейін елдер ғылыми
елдер ғылыми жоба Ары қарай туралы не айтса, істеймін мақала туралы айтса, мен прям дейтін жүрегім айнитын да. Сон 1045 сылтау айтып қашып кететін соң ойладым. Мен мүмкін Демалу ғылымды керек, тастап кететін шығармын А. деп ойладым. Жоқ, ол ақырын өзі жүйеге келіп қайтадан түсіп кетеді екенсіз. Ондай. Иә, мен докторанттарға айтарым, осы диссертация деп ештеңені құрбандыққа шалмаңыз. Ол бірінші денсаулық, екінші жеке өмір, үшінші қызығушылығыңыз. Осы үш нәрсе және докторантураны қатар ұстаңыз, мүмкіндігінше қатар ұстаңыз. Бұл да бір жоба, бір жұмыс деп қабылдаңыз, кәдімгі сағат 6-дан 9-ға баратын. Тек оны кешке демала біру, басқа арналарға өту, ол өзіңіздің қолыңызда. Өзіңіздің қолыңызда пульт болу керек. Сол басқа денсаулыққа көңіл бөлу, спортпен айналысу, жеке өмір, қызығушылық, иә, осыны баланста ұстасаңыз, сіздің стресске түсуге уақытыңыз да болмайды. Сонымен біз бүгін диссертацияны қалай жазамыз дегенді басынан аяғына дейін, тіпті сізді қорғауға шыққанға дейінгі мәселелердің бәрін көтеріп, кеңестер айттық. Осы кеңестеріміз сізге бұл алтын жазып алатын және мүмкіндігінше ұстанатын кеңестер деп біліңіз. Біздің бүгінгі подкастымыз зерттеушілерге, докторанттарға барлығына пайдалы деп ойлаймын. Себебі әдебиетке шолу жазу, әдіснама, талдау жасау, дискашн жасау, бұл скопусқа мақала жазсаңыз да, диссертация жазсаңыз да, бұл алдыңыздан шығады. Сондықтан біздің подкастты мүмкіндігінше жата жастана көріп, және біз ұсынған ұсыныстарды өзіңізге бір темір қазық немесе кеңес ретінде алсаңыз, бір стрессіз жолмен ғылымды жасайсыз, ғылым жолында жүресіз деп айта аламыз.